бөлшектерді жаңа бөлімге келтіру. Келесі, яғни оқушылар, сіздер бүгін жай бөлшектерді қысқарту және жаңа бөлімге келтіру барысында осы бөлшектің қасиетін қолданып, өрнектерді түрлендіруді орындай алатын боласыңдар өткен сабағымызда. Келесі, біз жай бөлшектің қасиетін өткен сабақта өткен болатынбыз. Енді соны қолданып, ары қарай тапсырмалар орындаймыз. Қайталап алайық бір рет. Кім айтады маған жай бөлшектің қасиетін? Қандай қасиет бар? Нұрәлі. Жай бөлшектің қасиеті алымы мен бөлімін бірдей санға бөліп, немесе бірдей санға бөліп. Қандай бөлшектер пайда болады? Тең бөлшектер отырады. Тағы кім айтады? Тағы біреуіміз қайталап өтейік. Аягөз. Тең бөлшек шығады. Өте жақсы. Егер біз сабағымызды қайталап алсақ, тапсырмалар орындайтын боламыз. Бұл тапсырманы өзіміздің қасымыздағы бақталасымызбен ақылдасып, жұптық жұмыс болғандықтан суретте қарап орындаймыз. Кәне тез жаза қойып. Келесі Милана сені сөйлетім. Қысқарғанда не болды? 4-тен 1 болды. Ал жақсы. Екеуінің ортасына не қоюға болады Милана? Теңдік қоюға болады ма? Қояу. Немесе кесте бойынша былай жазуға да болады. Жақсы. Рахмет. Екеуіңе бүгінгі тапсырмаларына. Қалғандағысы бәріміз осылай шықты ма? Білеміздер бұның бойында. Келесі тапсырмамыз бізде не істеңдер деп тұр? Бөлшектің негізгі қасиетін қолданып бөлшекті қысқартыңдар дейді. Жоқ, тыңдаймыз бірінші мына баламыз не дейді? Өзіне ұнаған асықты таңда дейді. Яғни біз бір асықты таңдаймыз. Бірінші қаттардан екінші қаттардан кім қысқартады? Рустам кел. Үшінші қаттар қазір тақтамыз екеуі ғой тек қана. Қалғанымыз дәптерімізге кеттік. Дәптерімізге қалғанымыз. Нұрәлі айта бол, нешеге қысқарттың? 9 мен 3-ті. Қандай санға қысқарттық? 3-ке қысқарттық. Сонда қалды? 3-тен 1. 3-тен 1 қалды, отыралы. Келесі. Рустам. Айта. 5-ке сонда? 80-нен 20. Өте жақсы. Екеуіңе дұрыс орындағандарыңыз үшін бір-бір ұпайдан. Ұпайларымызды жинаймыз, сабақтың соңында қазір санаймыз. Кім ұпай жинаған? Үшінші қаттардан ал Мадияр кел. Мадияр кел. Тағы. Мадияр сені Нұрәлі жазған астына, жақсы шеттен бастаңдар. Келесі Іңкәр кел ал. Аягөз. 8.
неше берілген сенде? Менде 36'dan 8. Men ona Nechega 8'ga qisqartdim. 8'ga qisqartdim. Sonda menga 4'ga 1 chiqdi. Durs pa Macar chiqarmadi? Aytamiz, olaylik. Durs emas deydi. Neliktен durs emas? 36 8'ga 36 8'ga qisqarganimiz durs pa? Yo'q, emas. Durs emas. 36 8'ga ne isteydi? Qisqarmaydi. Qatelesdan o'tirib, kim chiqaradi uni? Kim chiqaradi? Ani keladi. Nuralining chiqarganini keltirib, 36'dan 8'ni qaytaramiz. Apa şimdi? Bizde aytamiz 240 ben. 240'dan jemani men eng oldin 2 bo'ldim. O kezimda jemani 6 chiqdi. Jemani 6 mana qisqartirib oldi. Iya. O kezimga 6'dan 30 chiqdi. 6'dan 30'da men bundan 7'ga bo'lgan kezimda 30'dan 15 chiqdi. 30'dan 15'da 3'ga bo'lgan kezimda 10'dan 5 chiqdi. Biz 10'dan 5'da qaytadan 2'ga bo'lgan kezimda 2'ga 1 chiqdi. 2'ga 1 chiqdi. Biz kim siyaqda, Ayagul siyaqda uzoq qisqartib, birden qisqartib bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladi. Ularni nechega bo'lib olsak bo'ladi? 120 ga bo'lsak bo'ladi. Yaxshi. Javobimiz durs bo'lganligidan aytamiz. 36 men 8'ni nechega qisqartdik? 4'ga qisqartamiz o'tga dursundan keltiribsizda жаңағы kimni жазgan, Macarni жазganlar keltiribsizda, soni mana 8'ni de keltirib, ne qoldi son жазamiz. 36 men 8 nechega qisqaradi? 4'ga qisqaradi o'tga durus. Sonda 9 jo'varda 2 qoldi alavon. 4'ga qisqarib kerak durus. Qolgan жазganlarni o'zimizning жазganimizni taxtamen tekshirib o'tiramiz. Kelesi nadirda жаңа inkar chiqqan deb edi o'ke. Birinchi qatordan taxtam bor. Asljan kel. Taxtani surtib olamiz. Inkar taxtani surtib olamiz. Жазып отырыңыз ба? Нұрлан, шықты ма сенде? Болды, шығарам. Шығарып, тақтаны тексеріп отырамыз. Өзіміз тақтадан бір. Бүкіл тақтада қате бар шығар, тексеріп отырамыз. Шығарып тастадың ба, Нұрали сен? Ой, молодец. Qisqartgan кезде үстін сызуды ұмытпаймыз. Келесі. Иә. Аягөз. Айтамыз, нешеге қысқарттық? 3'ga qisqartdim. 3'ге, сонда неше шықты? 33'ten 20'ga chiqdi. 33 пен 20'ні тағы қысқартып болмайды ма? Ойымыз бар ма? Бар. Ой, болады деді ғой. Жоқ, болады. Болады ғой, болады деп отыр. Biz qanday natijaga жету kerakmiz? O'ldim, qisqarmaymiz, natijaga жету kerakmiz. Nechega qisqardi? Yaxshi. Asılcan aytagın nechega qisqartding? 75'te 5'ga qisqartdim. 75'te 5'ga qisqartdim. 75'te 5'ga o'lsak qancha chiqadi? 5. 15 chiqadi, 13 emas 15. Tag qisqartib qisqartaver. Ya. O'zimiz ko'rdikmi taxtadan tekshirib o'tiramiz o'zimizning chiqarganimizga. Bo'li ikkovi tag nechega qisqaradi? O'zi chiqarib atrasida. Teng bo'ladi qo'y. Так, o'lchak siziq teng bo'ladi, o'rtasida turish kerak Asıljan. Qayta yaz surishibdi. Surtib ol. Surtimiz. O'lchak sizig'i teng bo'ladi, qaq o'rtasida turish kerak dedi. Teng. O'lchak. Kelesi aslig'imizni tanlaylik. O'sha aslig'imizni olib keldi. Birinchi qatordan Macar Hakim jo'ndayib kelib o'tirma, olib kel. Kim chiqaradi? Nurlan. Kel Nurlan.
Nechchi? Sen Macar getiriveryapti. 36'dan 54. 36'dan 54. Macar 36'dan 54. Seniki şu 25'te 25. Kalanımız tez tahtadan vurup esirteyimiz. Macar men ularni шығарам. Dürüst pa, tekshiramiz. Нажимаете скинтик вниз. Ага, сонда тең болады. Bularda tağını bırakırız. Жарайсың отырауға. Мен саған кіріп қой. Дұрыс жазауын, Надя. Нешеге қысқарттық? Екеуін қандай санға қысқарттық? 9'a қысқарттық. Жоқ. Иә, 4 қалды. 54'ті 9'ға қысқартса 6 қалу керек. Бұларды қысқартуға болады. Неге 2 қалды? Мында 2 бөлгенін жазбаймыз. Қандай санға соны жазамыз? 6'ны 2'ге қысқартсақ не қалады? 3 қалады, соны жазамыз. Жақсы. Сен әлі де кішкене қателесіп тұрсың ба? Жазу ретінде қателесіп тұрсың. Анда сен қалатын санды жазу керексің. Өлетін санды емес, қалатын санды. Бізде соңғы асығымыз нешеден неше шықты? 25-тен 15. Яғни біз 5 санды қысқарттық дейміз онда. Келесі тапсырмамыз жазып алсақ. Келесі тапсырма жұптық жұмыс болады. Балалар жай бөлшектердің қасиетін пайдаланып, бос орындарды толықтырыңдар дейді. Мына қағаздағы бос орындарды парталастарымызбен бірігіп отырып толтыратын боламыз. Қателеспей. Осы қағазға көрінеді қылып жазамыз. Қазір сосын тақтаға шығып қайтатын боламыз. Сұрайын қазір. Жоқ, осы жерге жазасың. Тыныш. Мен бірмін алауым. Бірге. Орындап болсақ, әр партадан бір адамнан шығарайық. Бірінші партадан бастайық. Мерей, қайсыны шығарамыз? Сендерден кім шығады? Ал, жақсы. Бұлай етейік, қалғанымыз орындап болсақ, бір-бірімізді тыңдайық. Мен ұпайларды алдырам. Көрсете бол. Мерей, сен бірінші бос тұрған жерге не деген сан жаздың? 8 деген сан жаздың. Барлығымыз көрсетіп ұстақтырамыз. Көрсетіп. 8 қайдан шықты? Айта ол. Екіні де 4-ге көбейтті. Келесі ұлыстан сен екінші бос тұрған жерге не деп жаздың? 30 деп жаздық. Не себептен?
Uchinchi bo'z turgan yerga mayda. O'tganda 45 chiqdi. Agar 5 ni 9 ga o'tganda 45 chiqadi. Agar 2 ni 9 ga o'tganda 18 chiqdi. Uchimizniki birdeymi? Birdey. O'ta yaxshi. Ular bo'lsa barlig'ida durust. O'rtaganni ikkovi partalasgan. O'tiravinglar. Kelesi ikkinchi partada kim chiqadi? Ikkinchi partadalar. Ikkinchi partadalar. Qaysi kel aytaylik. Kel, Nurali jama chiqdi aytdi. Nurali aljaxsi kel. Biz ham bundan kim chiqadi? Barlig'imiz ko'rib o'tiramiz. Uchinchiga durust parda. Nurali bastayga birinchi to'rga ne deb yozdik? Birinchisida 22 ni chiqarish uchun 1 da 2 ga o'tadi. Al 4 da 2 ga o'tsak 8. 8 chiqadi. O'ta yaxshi. Kelesi ikkinchi 44 bo'ldi. 4 ga ko'paytdik-da. Aljaxsi bizga. Jo'q, bo'lay ko'rsatib. Bunda qanday san yozilgan? 44. 44. Ne sebepti 44 yozding? Жаза салдық-та. Үшеуміздікін теңестіріп салыстырамыз. Так, үшінші торға не жаздық? 28. Сізде де 28. Олай болса Нұрали мен Милананікі дұрыс болғанда, менде дада не болды? Қателік болды. Отыра қойыңдар. Екеуінен дұрыс орындаған үшін Нұрали ма? Нұрали. Енді үшінші қаттардан кел Мадина. Анел. Кел. Birinchi Ернар. Birinchi to'rga ne deb yozdik? Birinchi to'rga 27. 27 qaydan chiqdi aytsa-ku? Misol 5 da 3 ga ko'paytganda 15 chiqadi. 9 da 3 ga ko'paytsak 27 chiqadi. O'ta yaxshi. Kelesi Anel ikkinchi to'rga ne deb yozdik? 25. Ko'rsatib. 25. Aytsa-ku qaydan chiqqanin? 15 ga ne istedik? 5 da qo'sdiq-da. O yerda bizda qanchalik bor siyaqti? Biz yana yoqda 9 da 5 endi 15. Ikkinchi to'rga ne yozdim? So'ni aytaman. O qaydan chiqdi? Biz yana yoqda 36 ni 9 ga bo'lganda 4 chiqdi. Biz 4 ga ko'paytganda 20 chiqdi. 20 chiqdimi sende? Ikkinchi to'rda. Yerlar durust. 20 chiqqani durust. Ani seniki qancha bo'lgan? Uchinchisi qancha chiqdi? Tag'i aytchi. Necha? 63. Aytaman, u qaydan chiqdi? 36 dan. Nechaga ko'paytdik? Senga qancha? Aytaman. 35 da 5 ga bo'lganda 7 chiqdi. Endi 9 da 7 ga bo'lganda 63. 63. Sende de 60 chiqdimi? 63 chiqdi. Ana sende 60 chiqdi deymiz. Biroq uni naxti qalay chiqqan ayta olmay turmiz. Al ikkinchi hisobimiz qancha o'rindalgan ekan? Yaxshi. Kela o'yin ko'p jihatlardan kim chiqadi? Asljon yaxshi. Bunda Inkarman kel. Ko'rsatamiz. Bastayg'o. Asljon birinchi to'rga ne deb yozdik? 48 deb yozdik-ku. O qaydan chiqdi? 68 ga o'tganda 48 chiqdi. Aljaxsi. Biz ikkinchi to'rga ne deb yozdik? Inkar 21 san yozdik. O san qaydan chiqdi? 21 chiqdi. Yaxshi. Kelesi uchinchi to'rga ne deb yozdik? 64. Uni qaydan topdik? 8 da 8 ga ko'paytdik. Nechni 8 ga ko'paytdik? O'tgani 7 ni 8 ga ko'paytganda qancha chiqdi? 26 chiqdi. O'ta yaxshi. Men sizlarga o'qiylarni berayin. O'tiravinglar. Qarab chiqdiqqa barlig'imiz? Yaxshi. Bu taqsimotni o'rtab bo'lsa, kelesi taqsimoga o'tishamiz. Bu yerda bizga yechib berilgan sol yerdan bir javob tabu orqali және ekranni bosganingizda biz dopni bosib kerakmiz. Dopni. Birinchi masaladan Meri Ya, yechikni qisqartsak, tinish. Dopni bosamiz. Voy, молодец, dop bo'ldi-da, men Allohga berib qo'yinglar.
Келесі, 52-ні үшінші қатардан келе алмайды. О, бұл 20-дан 8 өтеді білді? 8 өте дұрыс. Айсере кел. Айсере айтабы, бұны қайдан білді? Оны айтпасын, қайтадан айтабы. 5-те 2 өткенде 10. Жақсы, жарайсың. Екінші қатардан Анет. Үшінші қатардан Мадияр жаңа орындан кел алмайдына. Төрттен 3. Нешеге қысқарттық 16 мен 12-ні? 4-ге қысқарттық. Өте жақсы. Жақсы балалар, осымен біздің тапсырмамыз аяқталды. Қазір біз кері байланыс жасаймыз. Ол үшін мен сіздерге карталар берген болатынмын. Бірінші, егер маған сабақ қиын болса, қоңыр түсті, сабақты толық түсінсеңіздер, ақ түсті, сары, мұнда толық түсінбедім дейді. Кішкене қиындықтар бар, ал мұнда түсінсем, сары түсті карталарға жазамыз. Содан кейін үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Үйге 388 қағаздарымызды толтырғаннан кейін үй тапсырмасын жазып аламыз. Жазып па? Кері байланысын жазамыз. Ислам. Қазір әр қатардан бір оқушыдан жинап шығарып. Мына қатардан Ернар жинасын, Адия жинасын, қол көтерген Мадина жинасын. Жазып болдық па, жазып Мадинаға жинап береміз. Біреу береміз, жазғаның береміз. Әне. Осы тұралдарды. Ұпай сандарымызды жинақтайтын боламыз. Кімде ең көбі?